жарты сааттай болды ше. Жарты сааттай болды. Ана жерден бақылап. Сөйткен полиция мына жерде патрульдер тұр. Тұрғандарына біраз болды, не істеп тұрғанын білмеймін. Патрульный режим посттарды алып тастады дейді жалпы. Бірақ енді точка отстой деген бар дейді жалпы. Бірақ енді олар тап мынандай тығылып тұру деген жоқ шығар енді. Бұл кісілердікі құзырсыздықтың алдын алу жалпы. Нарушение көрді ғады. Кетті әне. Жолы. Қазір көреміз қайтып келіп мына жерге тұрып алатын сияқты. Мына патрульдеріміз жаңа жерге қайтып келіп тұрып алды. Бүгін нешесі? 11-ші қаңтар бүгін сағат 15:54. Мұнда біздің патрульдер осылай жұмыс істей ма? Мына екі машинаның ортасында отыр міне. Тұрғандарына жарты сааттай болды. Мына кісілерге барып қойтайын. Так, бұл кісілерден сұрайық, көрейік, неғыл дейді екен. Борттық номер 02-15. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз аға, амансыз? Не, бір сұрайын деген бауырым. Қызмет куәлігімен танысып жіберейік, кейін сұрақ қойып жіберейін, бір-екі сұрақ, қарсы болмасаңыз, иә? Брат, не, қызмет куәлігімен танысып жіберейік, потом сұрақ қойдым. Мына жерде деймін да? Иә. Жалпы сіздер тұрсыздар мына жерге жарты сааттай болды, ше? Жарты сааттай болды. Ана жерден бақылап тұрмын. Старший лейтенант полиция Канарин Алмаз Бандыкович, инспекция 226. Короче, мынандай ғой. Мына жерде тұрып, сіздер нарушение келген кезінде атып сүріп ұстап алып жатсыздар. Жалпы бір көлік ұстадыңыздар, иә, міне. Бетон шығарып жатсыздар, видеоға түсіріп алдым мына. Құқық бұзушылық орын алған кезде көлік тоқтатып, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Әкімшілік дұрыс. Енді бір сұрақ бұл жерде. Сіздердің мынау істеп осылай тұрған нелеріңіз, осы жұмыс тәртібінде, заң аясында осы сай келе ма? Мына жерде көліктердің арасында тұрып, постта мына жер пост па әлі? Патрульный режим ба сіздерде? Әр маршрутта қызмет барысында тұратын точка отсулар болады. Әрине қатып қалған пост жоқ, маршрутта патруль жасаймыз, постоянно жүре бермейміз ғой, дұрыс па? Профилактика, мысалы мына жерде мысалы адамдар көп шоғырланатын жер, мысалы пешеходтар көп жүреді, иә. Специально осылай тұрамыз, проблесковый маячокпен профилактика жүзінде, чтобы жүргізушілер жасамас үшін. Мына жерде адам көп шоғырланады, сол себепті мына жерде көп тұрамыз. Адамдар жүреді, автобустан шығады, түседі, адам жол көлік оқиғасын алдын алу мақсатында. Енді мындай бар, брат. Да, жалпы сіздерде андай тәртіптеріңіз бар, приказ мысалға, сол бойынша мына көлік андай болу керек дейді да, прозрачный, көрініп тұру керек дейді. Андай білесіз, здание, қау. Сізде мына жерде көрінбей тұр да, мынақтың бәрі жағалай машина тұр. Сіз мына жерге былайынан кіріп кеткенсіз. Ішкі істер органдарымен, бауырым қараңыз, халық екеуін бір ана біріктіре алмай жатыр. Бізді білесіз ғой, елбасы ше. Просто мынандай нәрседен халық жаңағыдай ойлап қалмай ма дегенім ғой. Кері әсері тиіп, жаңағыдай теріс көріп қалып. Потому что мына жерден қараңызшы, қараңыз. Мына жерден көрінбейді, қараңыз. Міне мына жерде тұрған жер, мынау, короче, односторонний. Мынау қай көшет, мынау? Чернияз көшесі. Чернияз. Міне мына жерде тұрғанда қараңыз. Мына Чернияз көшесінен шығады, бері қарай. И көліктері міне тұр. Жоқ, былай алдыға қарай беріп халыққа көрініп қойсаңыз, просто сізді көреді да, нарушение істемейді. Бұл жерде енді нарушение алдын алу ғой, сіздердің мақсаттарыңыз дұрыс қой, хаттама толтыру емес. Жалпы деймін де, солай сіз. Просто көрінсеңіз, халық қорқады да, байланысты ғой, иә, патруль тұр дейді да, скоростьны азайтады. Конечно, мен көрініп тұрмын, тем более. Иә, мынау пропусковый маячок вообще көрінбейді сіздерде аяқтан. Қызыл көк жарық шамдарымыз. Жаңа бауырым мен осы жерде жарты сағат тұрдым ғой. Мына жерде тұрғанда да дәл осы жерге тұрып алдым ше. Өзінде де көрінбей тұр. Сосын мына жерде бір нарушительді шыққанда сіз жетонмен қолыңыз шығарып кетіп түсіріп алдыңыз. Көріп тұрмын потому что. Иә, түсіріп алдым. Көріп тұрмын. Жіберілген бұзушылық орын алды. Иә, дұрыс қой. Бейнетаспаға тіркелді, тоқтатылды, жауапкершілікке тартылды. Халыққа кері әсері тимесін дегенім ғой сіздер тарапынан ше.
Просто көріп тұрсаңыздар хотя бы ше. Егер құқық бұзушы, жүргізуші ешқандай құқық бұзушылық жасамаса, оны Жоқ, бекерден бекер жоқ, ешкім тоқтатып. брат, мындай вариант, Қазақстанда. мынандай не бар ма? Маған возможность келе ма бізде қазір? Сіз шамалы кішкене алдыға қарай маячогыңызды қосып, алдыға қарай тұрсаңыз, просто халыққа көрініп деймін да. Келе ма ондай возможность, келмей ма? Халық стоп көріп сізді. Қазір мына жерге Жоқ, міне мына жерге қойсаңыз болды, міне. Мына жерге шықсаңыз болды. Мен қазір мына жерге шықсам, ана жақта алдында пешеходтар көрінбей қалады. Мына жерден көрінеді енді, бауырым, пешеход. Әдейі пешеход 2 метрге істелген осындай көліктерге. Грузонный машиналарға алдына тұруға болмайды. Жоқ, просто ойлағам сондай возможность келсе. Өткелінің алдына тұруға рұқсат етілмейді. Рұқсат етілмейді. 5 метр бері қарай рұқсат етілмейді. Мына жерде 5 етілмес. Мен мына жерге тұрсам қазір. Бауырым, мен саған жаман ойлап тұрмын. Просто сондай вариант бар ма деген ба? Халық Олар көріп. қысқа адамдар бар, кішкентай балдар бар. Көліктің кесірінен көрінбей қалады олар. Түсініп тұрмын. Сондай вариант бар ма дегенім ба? Көрініп тұру просто халықтың алдын алу да, алдын алу. Мына жерде көрінбейді, тек қана солға айтып тұрған. Міне мынаның бәрі бауырым, мынаның бәрі талға жатады ғой, міне көрдіңіз бе? Мынадан бастап вообще көрінбейді. Өзіңіз білесіз ғой, мына Қазақстанда камера қаптап кетті. Оның үстінде көп штраф итаке халық төлеп жатыр, дұрыс па? Қайта төлейді. Еще сіздер мына жерде қасада тұрсаңыз, бауырым, қасада тұрып, еще сіздерге тағы да төлесе. Ашық алаң. Просто мына жерде вариант бар, мына жерге тұра алмайсыз, короче, болды. Кітте жүрсеңіз болады. Ана жерден көрінеді, сол кезде қараңызшы, әлей бар, ана жерден бастап. Чуть-чуть мына жерге өтсеңіз, брат, жол мына жақта жатыр. Мына жерден ана күшті көрінеді да. Мына жерде машиналар келіп тоқтайды, мысалы, адам түсіреді, адам мінгізеді. Тағы да бір кедергі туындайды оларға. Дұрыс па? Жақсы бауырым онда. Мен саған бір не ғой, андай жақсылық мәселесі ғой. Түсініп тұрмын қалай онда. түсінсеңіз енді өзіңіз. Көп адам болатын жерлерде. Точка аты той деді, яғни болады деп тұрды, бірақ жүргенім міне жаңа ғана кеттім, олар да кетіп бара жатыр. Сағат 4-20 кетті.